Барлығыңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге осындай өте әдемі құстың жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Оны жасау үшін бізге ең алдымен 3 дана A4 парақ қажет. Оның біріншісін алып, осылай шаршы тәрізді етіп бүктеп аламыз. Артық бөлігін қайшымен қиып тастаймыз. Содан соң оны ашып, осылай жартылай етіп бүктейміз. Келесі бетінде дәл солай қайталаймыз. Төменгі жағын осылай бүктейміз. Бұл құсты тіпті екінші сынып оқушылары да жасай алады. Бұл әрекетті жасап болған соң, осылай жартылай етіп, толық емес қылып бүктейміз. Содан соң осы әрекетті жасаймыз. Міне жасап болған соң, видеода көрсетілгендей етіп жартылай бүктейміз. Содан соң осылай құстың басын жасаймыз. Осылай ішке қайырамыз. Содан соң құстың тұмсығын жасауға кірісеміз. Бұл бөлікті де осылай ішке қарай қайырамыз. Міне бізде құстың денесі дайын болды. Ал енді қалған екінші парақты алып, осылай зигзаг тәрізді етіп, толықтай бүктеп шығамыз. Видеода көрсетілгендей етіп бүктесеңіздер, сіздерге оңай болады. Міне біз бүктеп болдық, ал енді екі бетін дәл осылай сызып алып, қайшының көмегімен қиып тастаймыз. Содан соң осылай жартылай етіп бүктейміз. Бұл бізде құстың қанаттары болып табылады. Содан соң келесі үшінші парақты алып, осылай ұзындығы бойынша зигзаг етіп бүктейміз. Бірінші парақты ені бойынша, ал екінші парақты ұзындығы бойынша зигзаг етіп бүктеу керек. Міне біз бүктеп болдық. Бұл бөлікті де осылай қайшының көмегімен қиып тастаймыз, себебі қанаттары әдемі шығу керек. Бұл әрекетті жасап болған соң, жартылай етіп бүктеп, ортасын желімнің көмегімен желімдеп қоямыз. Бұл бізде құйрық болып табылады. Желімдеп болған соң, осылай әдемі қылып ашып қойсақ та болады. Міне бізде 3 бөлікте дайын болды, ал енді құстың қанаттарын орналастырамыз. Осылай ұзындығын өлшеп аламыз. Қаламның көмегімен дәл осылай сызып аламыз. Содан соң сол бөлікті қайшының көмегімен қиып тастаймыз.
Осылай құстың қанатын орналастырамыз. Желімнің көмегімен желімдеп қоямыз. Келесі бетінде дәл солай желімдейміз. Міне бізде құстың қанаттары дайын болды. Ал енді үшінші бөлік, яғни құйрықты орналастырамыз. Осы бөлігіне желімді жақсылап жағамыз. Видеода көрсетілгендей етіп орналастырамыз. Міне достар, осымен біздің құсымыз дайын болды. Өзіңіздің қалауыңызша сәндесеңіздер болады. Жасалу жолы өте оңай. Тіпті екінші сынып оқушысы да жасай алады. Ал егер сіз видеоны дәл осы жерге дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоларға лайк басуды ұмытпаңыз.